نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبشر به من الجلالة وكثر بعد قلة فصلوات الله وسلامه عليه وسلم عليه الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن وعت عين بخبر وسلم تسليما كثيرا. Bарлық мақтаулар әлемнің Раббысы болған Аллах Тағалаға тән. Және Алланың игілігі мен сәлемі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға және де оның арқасынан ерген сахабаларға және оның отбасына. Бүгінгі уағызымыз құрметті мұхтарам жамағат тәубе жайында. Тәубе сөзі бізге тікелей арабтардан енген. Тәубе сөзі бізде де тәубе, ол өзбектерде тәубе, қырғыздарда тәубе сөзі бізге тікелей арабтардан енген. Сол тәубе сөзінің сөздік мағынасы қайту, оралу деген мағынаны білдіреді. Ал терминдік шарғи мағынасына қатысты Хафиз Ибн Хаджар рахимахуллах бұлай дейді. Тәубе сөзінің шариғаттағы мағынасы күнәнің жиіркеніште екендігін сезіне отырып тәрк ету дейді. Жасап қойғандығы үшін өкіне отырып, енді мүлде жасамауға шешім қабылдау және жасаған күнәсі біреудің хақысына тиісті болған болса, онда әлгі кісіге хақысын қайтарып, одан кешірім сұрау қажет дейді. Және де Аллах субхана тағала осы тәубенің бізге міндеттілігі жайында, маңыздылығы жайында өзінің қасиетті Құран кәрімде бұлай дейді. Астағфиру биллах. Қул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тақнату мин рахматиллах. Инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Иннаху хувал ғафурur рахим. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من القبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Мағынасы: Ей, өздеріне зиян жасаған құлдарым, Алланың мейірімінен көздерін үзбеңдер. Расында Аллах барлық күнәларды кешіреді. Расында ол кешіруші, мейірімді. Өздеріне апат келуден бұрын Раббыларына қайтыңдар. Оған бойсыныңдар, кейін жерден көре алмайсыңдар дейді Аллах субхана тағала. Осы аятқа қатысты имам хатирші Ибн Катир рахимахуллах бұлай дейді. Бұл ізгі аят кәпірлерден және басқа адамдардан болған барлық күнәһарларды айтылған шақыру үндеу дейді. Бұл аят күнәларды жасаудан бас тартып, тәубеге келген барлық адамдардың күнәларын, ол күнәлары қандай болмасын, тіпті теңіздің көбегіндей болғанның өзінде де Аллах субхана тағала сол күнәларды кешіретіндігін баяндайды дейді. Сол тәубенің қабыл болу үшін сол тәубенің шарттары бар. Сол тәубенің шарттарының бірі Алла тағала алдында ықыласты түрде кешірім сұрау. Ол жайында Аллах субхана тағала өзінің қасиетті Құран кәрімде бұлай дейді. Астағфиру биллах. Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха. Мағынасы: ей иман келтіргендер, Аллаға шынайы түрде тәубе етіңдер дейді Аллах субхана тағала. Және де Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям тәубе турасында бұлай деген. Расында Алла өзінің разылығы үшін ықыласты түрде жасалған амалдарды қабыл етуші деген. Және де сол тәубенің шарттарының бірі қабыл болуының күнәні жасауды тоқтату, яғни күнәдан айырылу.
Ол жайында да Алла Субхана Тағала өзінің қасиетті кәләм шәрифінде бұлай дейді. Астағфиру билlah. Қул лиллазина кафару ин янтаху юғфар лахум ма қад салаф. Мағынасы, егер олар жамандықтан тыйылса, өткен күнәларын кешіреді деп айтып жатыр. Яғни, қандай да бір құл, қандай да бір пенде, қанша күнәсі болмасын, ол Алла Тағалаға бойсынып сәжде етсе, Алла Субхана Тағала күнәсінің барлығын кешірем деп тұр. Ал Алладан кешірім сұрай отырып, бірақ өзі күнәсін тоқтатпаған адамның тәубесі жайында ізгі салаф солихтар, алдыңғы ізгілер бұлай деп бірнеше қатаң түрде ескертпелер, үндемелер айтқан. Мысалы, Ибн Аббас радиаллаху анху бұлай деп айтқан. Күнәсіне өкінген кісі мүлдем күнә істемегенмен бірдей дейді. Ал күнәсі үшін кешірім сұрап, күнәсін жалғастыратын адам, Раббысын мазақ еткен адам тәрізді дейді. Қараңызшы. Алладан кешірім сұрап, күнәсін жалғастыратын адам, Раббысын мазақ еткен адам тәрізді дейді. Ибн Аббас радиаллаху анху. Және де Имам Фадил ибн Ияд бұлай дейді. Күнәдан айырмай кешірім сұрап, дұға ету өлтірікшінің тәубесі деген. Яғни, Аллах елшісі де осыған қатысты өзінің хадисінде бұлай дейді. Егер Алланың құлы күнә жасаса, оның жүрегінде қарадақ пайда болады дейді. Ал егер күнәсін тоқтатып, кешірім сұрап, күнә жасаған үшін өкінсе, дақ кетіп қалады дейді. Егер күнәсін жалғастыра берсе, дақ үлкейе береді және бүкіл жүректі жаулап алады деген. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Және де осы тәубенің қабыл болуының тағы да шарттарының бірі күнәні жасаған үшін өкіну. Ол жайында Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бұлай деген. Күнә жасағанына өкіну, тәубе жасағандықтың белгісі деген. Яғни, адам қандай да бір күнә жасаса, оған өкінсе, ол тәубе жасағанның бір белгісі болып табылады деген. Имам Ас-Синди бұлай дейді. Күнә жасағанына өкінушілердің турасында. Өкіну күнә жасаған себепті болу керек дейді. Яғни, бір адамның өкінуі, сол бір қандай да бір қателік жасаса, сол себепті өкіну керек дейді. Ал егер де қандай да бір адам, мысалы, шарап ішкендігі үшін, ішіп күнә істеп қойғандығы үшін емес, ақшасы жұмсалып, қандай да бір ішімдік ішкен үшін, ақшасы кеткен үшін өкінсе, бұндай өкініштің тәубеге ешқандай қатысы жоқ деген екен. Сол өзіміздің соңында барша мақтаулар әлемдердің Раббысы Алла Субхана Тағала болсын. Я айюхал ихватул кирам, уси ауалан нафси ва иякум битақуаллах. Инна Аллаха субханаху ва табарака ва та'ала амарна биттақуа. Хайту яқулу фи мухкам танзихи. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إن الله سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.